Ассалаумағалейкум қыздар, коржик дайындаймыз. Оған керек қант, сливочный май, комнатный температурадағы сүт, жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнды көз мөлшермен салсаңыздар да болады. Бір шай қасық немесе 1,5 шай қасық разогретель саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін қолмен араластырып, қамыр жасаймыз. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, шамалы ұн қосуыңызға болады. Маған үстелдің үстінде қамырды илеген ыңғайлы, сондықтан үстелдің үстінде илеймін. Жақсылап тұрып осылай басып жинақтаймыз қамырды. Қамыр қатты болмау керек, жұмсақ болу керек және қолға жабыспау керек. Міне қыздар, енді қамырды екіге бөлеміз. Екі қамырды да жайып аламыз. Міне біріншісі қатты қалың қылып та емес, жұқа қылып та емес, средний. Үлкен формаға қойсаңыздар да болады. Мен кішірек формаға кесіп алдым. Міне қыздар, екі қамырды да жайдым. Енді осылай противенге қоямыз да, жұмыртқаны жағып, 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Міне қыздар, пісті, өте дәмді болды. Міне қараңыздар, жұмсақ, дәмі керемет. Істеп көріңіздер.